Суық Аляска туралы айтатын болсам, достардың көпшілігі оны жақсы білетін болуы керек. Бұл аймақ солтүстік Американың солтүстік батыс шетінде орналасқан. Бұл ақш-тағы ең үлкен және ең биік ендік штат. Сонымен қатар солтүстік Америкадағы ешбір штатпен байланысы жоқ, жалғыз штат. Аумағы Америка құрама штаттарының жалпы жерінің 20%-ын құрайды. Шығыста штат Британдық Колумбиямен және Канаданың Юкон территориясымен іргелес, батыста Беринг бұғазы арқылы Ресейдің қиыр шығысына қарайды. Оңтүстігінде ол құрама штаттардың континенттік солтүстік батысынан бөлінген. Вашингтон штаты шамамен 800 шақырым қашықтықта. Дегенмен мұндай үлкен жер бүгінде батыстағы Ресейге немесе Канаданың шығысындағы бөлігіне тиесілі емес. Оны мыңдаған миль қашықтықтағы Америка құрама штаттары басқарады. Бір қызығы, Алясканы Америка құрама штаттары белсенді түрде отарлап, басып алған немесе тонамаған. Оның орнына әрқашан өз аумағының әрбір дюймін бағалайтын және әлі күнге дейін әлемдегі ең үлкен мемлекет болып табылатын Ресей оны 1860 жылдары небәрі 7.200.000 ақш долларына сату туралы бастама көтерді. Бұл бүгінде шамамен 150 миллион ақш долларына баламалы, бір шаршы шақырым үшін 90 ақш долларынан аз бағаға тең. Бір қызығы, Алясканың ағымдағы жылдық ішкі өнімі биылғы жылы шамамен 50 миллиард ақш долларына жетті. Бұл Америка құрама штаттарына мол ресурстар мен кіріс әкеліп қана қоймай, сонымен бірге елдің геосаясатына орасан зор үлес қосуда. Қазіргі уақытта Америка құрама штаттарының негізгі ойын нысандарының бірі бастапқыда Аляскадан бас тартқан Ресей болуы мүмкін. Бұл Ресейдің Алясканы сату туралы шешімін бір кірпіш алып, өз аяғына ұрғандай болды. Бағасымен сатып алушыға қарағанда қашанда шығынға ұшырамайтын Ресейге үлкен шығын келген сияқты. Біз бүгін айналамызға қарай отырып, үнемі бір дюймде артық аумақ болмауды талап ететін Ресей Алясканың соншалықты үлкен аумағын ақшқа 40 қабат бағасына неліктен сатқаны туралы қарастырайық. Неліктен бұл әлемдегі ең ірі жер саудасын сол кезде ресейліктер ұтты деп санады? Неліктен ол кезде ақш тарапы бұл жерді сатып алуды құптамады? Сонда қазір қарасақ Ресейдің сол кездегі шешімі дұрыс болды ма? Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Америка құрама штаттарының ең үлкен штаты ретінде Аляска шамамен 1.720.000 шаршы шақырым жерді құрайды. Бұл 2 Түркияға, 3 Францияға және 4 Жапонияға тең. Бұл екінші орында тұрған Техастың көлемінен 2 есе үлкен және 10 мыңдаған шақырым жағалау сызығымен әлемдегі 7-ші ең үлкен әкімшілік бөлім болып табылады. Территориядағы Алеут аралдары да батыс жарты шардан шығыс жарты шарға дейін созылып, Алясканы Америка құрама штаттарының ең батыс штаты ғана емес, сонымен бірге ең шығыс штаты етеді. Бұл Америка құрама штаттарындағы халқы 3-ші аз штат болса да, ол әлі де солтүстік Америкадағы солтүстік ендіктің 60 градусының солтүстігіндегі ең көп қоныстанған аумақ болып табылады. 2022 жылы халық саны шамамен 730 мың болады. Бұл солтүстік Канада мен Гренландияның біріктірілген халқынан 4 есе көп. Аляска деген сөз үлкен жер дегенді білдіретін Алеут сөзінен шыққан. Мұз дәуірінің өзінде ақ 10 мың жылдан астам уақыт бұрын ол жерде ежелгі адамдар қоныстанып тұрған. Ол кезде жер бетіндегі судың көп мөлшері мұздықтарға айналып қатып қалған. Дүние жүзіндегі теңіз деңгейі төмендеп, бастапқыда теңіз деңгейінен төмен болған көптеген жерлерді, соның ішінде Азия мен Солтүстік Американы байланыстыратын Беринг құрлық көпірін көрсетті. Бұл Шығыс Азиядан шыққан ежелгі адамдардың Аляскаға құрлық көпірі арқылы келуіне мүмкіндік берді, және бірте-бірте Солтүстік Американың барлық бөліктеріне таралып, жергілікті американдықтардың ата-бабаларына айналды. Уақыт 15 ғасырға келді. Тұрғындар Солтүстік Америкада мыңдаған жылдар бойы өмір сүрсе де, Еуропаның Аляска туралы бұл кездегі білімі әлі де бос еді. Ол кезде Ресей бұл аймақты сәтті зерттеген еуропалық елдердің біріншісі болды. Патша тері саудасын дамыту, православие дінін тарату және империяның аумағын кеңейту үшін Сібір бойымен шығысқа қарай жылжыды. 100 жылдан аз уақыт ішінде ол Шығыс Азияның Тынық мұхиты жағалауына жетіп, Ресейдің қарамағында қиыр шығыс аймағын құрды. 1648 жылы қиыр шығыстағы орыс флоты алғаш рет дауылдың салдарынан Алясканы байқап, 1732 жылы Ресей қайтадан келу үшін Маркшейдерлік флотты жіберді. 1741 жылы әйгілі желкенді зерттеуші Витус Беринг тағы бір толық барлау жүргізді. Сонымен Азия мен Солтүстік Американы байланыстыратын Беринг теңізі мен Беринг бұғазы кейінірек оның есімімен аталды. Сондықтан Ресейді бұл аумақты ең алғашқы зерттеген болып, картаға түсірген бірінші еуропалық держава деп айтуға болады.
1784 жылы Аляскада елді мекендер құрыла бастады. 1799 жылы Аляска Ресейге тиесілі деп ресми түрде жарияланып, Ресейдің солтүстік Америка құрлығы Орыс Америка құрлығы деп аталды. Осылайша Ресей империясы Еуропаны, Азияны және солтүстік Американы үздіксіз қамтыған тарихтағы жалғыз трансконтинентальды империя болды. Алайда 19 ғасырдың ортасында Ресей мен Ұлыбритания және Франция арасында 1853 жылы Қырым соғысы басталды. 1856 жылы жеңіліске ұшырағаннан кейін ол үлкен геосаяси қауіп-қатерлерге ұшырап, әскери шығындарды көтеруге мәжбүр болды. Соның салдарынан патшалық Ресейдің сол кездегі территориясы үлкен болғанымен, геосаяси пайдадан аса үлкен пайда болмады. Географиялық тұрғыда майданда тек британдық және француздық одақтас күштер ғана емес, артқы жағында британдық солтүстік Америкада бар. Сонымен қатар Ресей Америка құрлығы мен олардың арасында бүкіл Сібір бар. Алыс арақашықтық үкіметті бұл аймақты бақылауға қабілетсіз етеді. Орыс Америка құрлығы ағылшындардың қолына түскенде, соңғысы Ресейдің материгін шынымен қоршауға ала алады. Сонда Ресей жерінен де, байлығынан да айырылу дилеммасымен бетпе-бет келеді. Сонымен қатар, шамадан тыс аңшылықтың кесірінен Ресей Америка құрлығында теңіз құмырасы, құндыз, итбалық және басқа да тіршілік иелерінің саны күрт азайып кетті. Соныменен аң терісі саудасы нашарлай түсті және Ресейге көп пайда әкеле алмады. Жоғарыда аталған факторлардың барлығы Ресей Америка құрлығын сату туралы ойлана бастады. Бірақ сол кездегі дүниежүзілік картаға қарасақ, шынымен де сатып алу қабілеті бар. Саяси шарттарға сай келетін елдер көп емес еді. Ең қолайлы үміткер Америка Құрама Штаттары, ол да солтүстік Америкада орналасқан, тәуелсіздігіне бір ғасырдан аз уақыт болды. Өз аумағын кеңейтуге ынталы. Сонымен қатар Ұлыбританиямен бәсекелестік қарым-қатынасы бар. Америка Құрама Штаттарына Алясканы сатып алуға рұқсат беру Ресейге шекаралық шабуылдан аулақ бола отырып, қосымша табыс табуға мүмкіндік беріп қана қоймайды. Сонымен қатар Ресейді британдық солтүстік Америкадан бөліп, қиыр шығысқа тікелей басып кіру мүмкіндігін азайтады. Нәтижесінде, ақш пен Ресей Америка құрлығын сату туралы келіссөздер жүргізе бастады. Келіссөздер 10 жылдан астам уақытқа созылып, ақыры 1867 жылы наурызда аяқталды. Америка Құрама Штаттары Ресей Америка құрлығын патшалық Ресейден 7 миллион ақш долларына және қосымша 200 мың ақш долларына ресімдеу ақысын беріп сатып алды. Жер туралы келісім 1867 жылы 18 қазанда күшіне енді. Ресейлік Америка құрлығы ресми түрде Ресейден ақшқа беріліп, Аляска деп аталды. Бұл күнде Аляска күні болып белгіленді. Содан бері Ресейдің Аляскадағы 125 жылдық билігі аяқталды және жаңа иесі Америка Құрама Штаттары шамамен 425 миллион акр қаңырап бос қалған жерді иемденді. Бұл бүгінгі Еуропалық одақ аумағының 3/1-не тең. Бір акр жердің орташа құны небәрі 2 центті құрайды. Бұл тарихтағы ең үлкен жер саудасы болды. Аляскада американдық билік дәуірін бастады. Джуно қаласы 1906 жылы Астана болды және 1912 жылы автономиялық аумақ ретінде Америка Құрама Штаттарының құрамына қосылды. 1959 жылы ол ресми түрде Америка Құрама Штаттарының 49 штаты болды. Соңғы 50 жылдардағы Құрама Штаттардағы алғашқы жаңа штат болды. Бұл ақш-та Гавайидан кейін құрылған соңғы штат. Бүгінгі күнге дейін Алясканың Америка Құрама Штаттарына тиесілі болғанына 1,5 ғасырдан астам уақыт өтті. Тері саудасы өнеркәсібінің басынан бастап, кейінірек алтын кеніштері ашылғанға дейін, теңіз өнімдерінің дамуы, туризмнің жақсаруы және өткен ғасырдағы мұнай мен газды барлау нәтижесінде Аляска Америка Құрама Штаттар үшін жүздеген миллиард доллардан астам пайда жинады. 2022 жылы жылдық ішкі өнімі шамамен 50 миллиард ақш долларын құрайды. Бұл жан басына шаққандағы жылдық ішкі өнімі 70 мың ақш доллары болып, бұл табысы Құрама Штаттардағы алдыңғы 10 штаттың қатарына кіреді. Әр семьяның орташа табысы шамамен 80 мың долларды құрайды, ал миллионерлер семьясының үлесі 8%-ын құрайды. Америка Құрама Штаттарында мемлекеттік салықтарды салмайтын штаты ғана емес. Сонымен қатар тұрғындар жыл сайын шамамен 1000 ақш долларынан 2000 ақш долларына дейінгі қор субсидияларын ала алады. Олардың ішінде мұнай және табиғи газ сияқты ресурстарды өндіру саласы Аляска экономикасында үстемдік етеді. Бұл штаттың экономикалық өнім құнының жартысынан көбін құрайды. Бір кездері ақштың мұнай өндіруінің 20%-ы Аляскадан алынды. 2021 жылы шикі мұнай өндірісі Америка Құрама Штаттарында алдыңғы 4-ші орында болды. Сонымен қатар, штаттағы ұзын өзендер мен жағалау сызықтары Аляскаға болашақта гидроэнергетиканы, жел энергиясын және геотермалды энергияны дамытуға үлкен мүмкіндік береді.
Дегенмен осыған қарамастан, сол кездегі көптеген американдықтар ақш-тың Ресейден Алясканы сатып алу үшін жұмсаған орасан зор ақшасына татымайды деп санады. Және сол кездегі мәміленің демеушісі, ақш-тың сол кездегі мемлекеттік хатшысы Уильям Генри Сьюартты кінәлады. Мұны Сьюарттың ақмағысы деп келемеждеу, және Алясканы Сьюарттың тоңазытқышы немесе президент Джонсонның ақ аюының бағы деп келемеждеді. Сол кезде американдық қоғамның кейбір бөліктерінің бұл келісімге қаншалықты қолдамағандарын білуге болады. Мұның астарында жатқан себептерді іс жүзінде байқауға болады. Өйткені ол кезде Аляскада мұнай табылмаған, қалалар әлі игерілмеген және Америка құрама штаттарының шекарасымен байланысы жоқ еді. Оның үстіне ауа райы тым суық, тұруға қолайсыз. 7 миллион 200 мың доллар ақшаны ысырап етумен ғана бітпейді. Болашақта әскер жіберуге, көшіп келуге, мемлекеттік мекемелер құруға, осы жерді басқаруға және салуға ақша жұмсауды жалғастыруға әкеледі. Ал қатаң айтар болсақ, Аляска бір ғасыр бойы Ресейдің меншігінде болса да, Ресей мұнда әлі жетілген саяси жүйені орнатқан жоқ. Ең көп дегенде, олар алдымен Алясканы байқап, содан кейін жүздеген адамдарды қоныстандыруға және аң аулауға жіберді. Территориядағы жердің көп бөлігі игерілмеді. Ресей Алясканы Америка құрама штаттарына сатқан кезде де бұл аумақта мыңға да жетпеген орыс болды. Бірақ бұл жерді алу үшін құрама штаттар қыруар қаржы жұмсады. Ресей үшін бұл жай ғана капиталсыз бизнес болды. Сондықтан сол кезде көптеген адамдар, тіпті көптеген американдықтардың өздері де бұл шешімді өте ақымақ деп санады. Тақыр жерін сатып жібергеніне жасырын қуанған Ресей геосаяси қауіп-қатерді жойып қана қоймай, миллиондаған доллар табыс тауып, ел тарихында атын қалдырары сөзсіз. Әрине, жағдай өзгерді. Америка құрама штаттары үшін 7 миллион 200 мың ақш долларын құрайтын бастапқы сатып алған ақшасы өтеліп қана қоймай, қазіргі таңда жылдық ішкі өнімінің бір жылдық баламасы бастапқы сатып алған ақшасының бағасынан 330 есеге көп. Ал аумақ жоғары ендік географиясында орналасқан, ол сондай-ақ бастапқыда қоңыржай аймақта орналасқан Америка құрама штаттарына арктикалық шеңберде жүріп тұруына қолайлық жаратты. Ол екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Америка құрама штаттарына маңызды стратегиялық мән берді және қырғи қабақ соғыс кезінде маңызды геосаяси бекініске айналды. Сондықтан Аляска құрама штаттарға әкелген көптеген артықшылықтарға қарап, 40 қабаттың бағасыдай болған 7 миллион 200 мың ақш долларын құрайтын бағасына көз жүгіртсек, бастапқыда артықшылықты пайдаланды деп есептелген Ресейді қазір саясаткерлер қатты сынға алып жатыр. Ал Америка құрама штаттары керісінше шығынға ұшырадық деген күмәнді жойып, халық негізін қалаушылардың көрегендігі үшін мақтады. Әйтсе де, әділдік үшін патшалық Ресей Алясканы ақшқа сатуды жөн көрді. Шындығында, сол кездегі елдің жағдайын ескерсек, бұл дұрыс шешім еді. Өйткені патшалық сол кезде соғысқа тап болды ма, территориялық экспансияға ұшырады ма, патшалық Ресей ол кезде өз мүмкіндігінше Еуропа мен Орталық Азияға назар аударды. 2 ғасыр бұрын көлік коммуникация желісі қазіргі заманға қарағанда әлдеқайда дамымаған. Нәтижесінде Ресей территориясының ең шалғай нүктесі Аляска болды. Ресурстық инвестициялар өте шектеулі ғана емес, тіпті ең қарапайым коммуникацияның өзі оңай болмайды. Сондықтан Ресей өз территориясын сатуға бастама көтермесе де, бұл жерде сепаратизмнің таралып кетпеуіне немесе британдық солтүстік Американың аннексиясына түсіп, Канададан кейін тәуелсіздікке ие болуына кепілдік жоқ. Сонымен қатар аумақты қалай игеріп, дамытуға болады. Ол туа біткен географиялық және мәдени факторлармен қатар, белгілі дәрежеде жергілікті ұлттық сипатына да байланысты. Меншік иесі ауысқаннан кейін Алясканы Америка құрама штаттары сәтті игерді. Бір қарағанда Ресей шығынға батып, ақш басымдыққа ие болып көрінді. Бірақ кері шегінетін болсақ, егер Ресей сол кезде Алясканы сатпағанда, оны өз аумағында сәтті ұстағанда, тіпті табиғи ресурстарға бай болса да, бұл аймақтың тағы бір Сібірге айналу мүмкіндігі жоғарырақ еді. Бұл бос аумақта ресурстары көп, бірақ кең байтақта бұны игеретін халқы аз. Өйткені, қазіргі Ресей территориясына қарасақ, Сібірдің артықшылықтары Аляскаға қарағанда жаман емес. Оның үлкен ауданы, көп ресурстары бар, және Ресей орталығына жақынырақ, бірақ бұл сондай болса да, Ресей оны әлі толығымен дамыта алған жоқ. Ал егер тарих шынымен де осы бағытта дамитын болса, адамдар Ресейді Алясканы сатпады, немесе ресурстарды табысқа айналдырмады деген қатарлыларды тағайтады. Сондықтан Алясканың сатылуы Ресейдің тағдырын өзгертті деуден гөрі, Аляска тағдырын өзгерткен ақш билігі болды деу дұрыс. Бұл жасырын түрде Сьюарттың сол кездегі қалдырған қорытындысын растады. Қазір сатып алсақ, бәлкім, кейін осы жерді сатып алудан біздің ұрпақтарымыз пайда көреді. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз.
және осы арнаға жазылыңыз және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.